Баршаңызға сәлем достар. Сіздер Рим империясы тарихындағы ең атақты көтеріліс, Спартак көтерілісі қалай орын алғанын білесіздер ме? Әлемді дүр сілкіндірген ұлы империяның әскері құлдардан қалай жеңіліп қалды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріп, арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз. Рим империясына құлдар көрші елдерден келіп отыратын. Нақтырақ айтқанда, соғыстан, қарақшылық барысында тұтқынға түскен адамдар әп-сәтте құл статусына ие болып, барлық құқығынан айырылатын. Римде құлдардың өте көп болуы себепті, олар базарларда өте арзан бағаға сатылатын. Сол себепті де әрбір үйде кемінде бір құлдан өмір сүретін болған. Құлдың қожайыны оған қалағанын жасай алады. Ұрып-соғу, жұмысын дұрыс жасай алмаса темір торға қамап ас бермей қою сынды ессіз әрекеттер жасайтын еді. Құлдар үшін жазаның ең ауыры оларды крестіге қағып өлтіру еді. Оларды солайынан өлтіргеннен кейін көшелерге шығарып, басқа құлға көрсету үшін мәйіт иістенгенше қойып қоятын болған. Римдіктер физикалық тұрғыда шымыр ірі жігіттерді гладиаторлар мектебіне беріп, оларға қару-жарақпен жаттығу жасататын. Римдіктер сол заманда театр қойылымы емес, гладиаторлардың жекпе-жектерін тамашалау арқылы көңілдерін көтеретін болған. Бұл жекпе-жекте қайткен күнде біреуі өлім құшу шарт болған. Рим билігінің құлдарға шектен тыс қараған соншалық, кейде гладиаторларды адаммен емес, арыстан, жолбарыс сынды аңдарға қарсы қоятын болған. Мұндай ауыр да азапты өмірге төзе алмаған құлдар жиі-жиі көтеріліс жасап тұратын. Бірақ осылардың ішіндегі ең танымалы Спартак көтерілісі. Спартактың құлдардың басшысы болғанға дейінгі өмірі жайлы ақпарат өте аз. Ол қашан, қалай тұтқын болып, құл атанғанын нақты мәлімет жоқ. Кей жазбаларда Спартакты фракиялық деп қарастырады. Фракия кезінде Түркия, Балқан жерінде өмір сүрген ежелгі тайпа. Әрі олардың Спартак есімді ержүрек батыр патшалары болғандықтан, Спартакты да фракиялық деп қарастырады. Спартакты Рим әскерінің қатарында болғаны әрі әскерден қашуы себепті тұтқынға айналып, гладиаторлар мектебіне түскен деседі. Ол Капая қаласында гладиатор болып, көп өтпей сол қаланың ең мықты гладиаторына айналады. Келе жатқан мейрам құрметіне барлық гладиатор құрбандыққа шалынады дегенді естіген Спартак бастаған 200-ге жуық құлдар қаруланып, Капая қаласының күзетін талқандап, қала маңындағы Безуй жанартауына жасырынады. Спартактың ерлігін естіп үлгерген құлдар қожайындарынан қашып Спартактың әскері қатарына қосыла бастайды. Құлдар көтерілісін басу үшін Рим елі 3000 әскер жасақтап жолға шығады. Олар жанартауға барар барлық жолды торуылдап, құлдардың аштықтан әлсіреуін күтеді. Бірақ Спартак ерекше соғыс жоспарын құрып, Рим әскерін тас-талқан етеді. Осыдан кейін Спартакқа қарсы Пивлий Верейнидің әскері жіберіледі. Ол қателік жіберіп, әскерін екіге бөліп, екі жақтан Спартаға шабуыл жасамақ болады. Бірақ оның осы қателігін аңғарған Спартак оған бірінші болып шабуыл жасап, әскерін жеке-жеке тас-талқан етеді. Осындай масқара екі жеңілістен кейін Рим патшасы Спартак әскерін елдің ең бай адамы саналатын Марк Лициний Красыға тапсырады. Крас өз ақшасына әскер жасақтап, Спартакты жеңуге ерекше дайындалды. Крас бірнеше ұрыста жеңіске жетіп, Спартак әскерін оңтүстікке қарай ығыстырды. Олардың тұзағына түсірген Крас көтерілісшілердің ешқайсысы қашып кетпес үшін 30 километр бекініс салады. Көтерілісшілер кішкентай жерде қыстырылып қалған соң, азық тапшылығынан әрі қатты салқын болғандықтан қырыла бастайды. Ақыры, қатты боранды пайдаланған құлдардың азғантай бөлігі ғана қоршаудан аман-сау шыға алады. Крас барлық күшін әскерін жинап, Бундизи жерінде Спартакпен шешуші шайқасқа түсіп, жеңіске жетеді. Ал 6000 құл тұтқындалып, крестке тағылады. Видеомыз ұнаса лайк басып, арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.